бар. Соның ішінде біз перинаталдық тоқталып 300 деңгейге жатамыз. Яғни барлық қиын жағдайлар болса біздің перинаталдық комитет. Бізде облыс бойынша барлық болсаң 40% бізде болады. Сосын енді ведущий центрде айтыламыз ғой, сондықтан біз барлық жаңа технологияларды енгізудеміз. Соның ішінде лапароскопический операциялар, неонатальная хирургия, жаңадан туылғандарға операция жасау, соның бәрін енгізіп келе жатырмыз. Және көрсеткіштеріміз жаман емес. 500 граммнан ары қарай біздер қабылдаймыз. Соның қанша пайызы қарайды? Бізде бір кездерде ол 0% выживаемость деп айтады. Қазір 25% көтерілді. Жаман емес ол көрсеткіш. Дегенмен 50%-ға дейін жетсек, мировой стандарттарға жақындаймыз. Сосын біз 2016-дан бері барлық осы жоғарғы оқу орындарының резидентура базасы болып тағайындалғанбыз. Осы Ләззат Мирашевнаның қолдауымен сол нені жаңағы осы жұмысты енгізгенбіз. Осының арқасында біздерге қазір жаңағы обеспеченность кадрами дейміз, сол показатель өте жақсарды. Соның ішінде акушер-гинекологтармен 100%-ға жақындадық, неонатологтармен, реаниматологтармен қамтамасыз етуіміз көтеріп келе жатыр. Осындай жұмыстарымыз.